Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 44-ші бөлім. Алтын тамыр. Алтын тамыр ірі әрі жуан тамыры бар жасан шөп тұқымдасының семизот туысына жататын көп жылдық шөп тектес өте бағалы дәрілік өсімдік. Халық медицинасында тамырынан жасалған дәрілерді адамның еңбек ету қабілетін күшейтетін, шаршағандықты басатын дәрі ретінде, асқазан мен жүйке ауруларын емдеуге, жатырдан кеткен қанды тоқтату үшін де кеңінен қолданады. Өсімдікті қайнатып трахоманы да емдейді. Фармакологиялық зерттеулер бұл өсімдік тамырының денеге қуат беретін қасиетін толық анықтаған. Алтын тамырдың ем болатын аурулары асқазан мен жүйке ауруларын емдеуге де, жатырдан кеткен қанды тоқтату үшін де кеңінен қолданылады. Өсімдікті қайнатып трахоманы да емдейді. Фармакологиялық зерттеулер бұл өсімдік тамырының денеге қуат беретін қасиетін толық анықтады. Әсіресе ой еңбегімен айналысып шаршаған адамдардың еңбек ету қабілетін едәуір арттыратыны белгілі болды. Жүргізілген зерттеу жұмыстары алтын тамырдың дәрілік қасиеттері марал шөп тамырының дәрілік қасиетінен анағұрлым күштірек екенін көрсетті. Осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.